Расымен Бали келуге тұрарлық жер ме? Балидегі өмір қымбат па? Барлығы суреттегіде ме? Осы және басқа да сұрақтарға бүгінгі бейнероликте жауап беретін боламын. Кеттік, бастайық. Бали көптеген жылдар бойы туристік бағыт болды. Бірақ қазір ол танымалдылықтың жаңа деңгейін бастан кешіруде. Яғни бүгінгі таңда Бали цифрлық көшпенділер үшін танымал орталыққа айналды. Жалпы адамдардың осы Индонезия аралына ағылуының бірнеше себептері бар. Бірінші себеп – Бали жұмыс пен өмірдің таңғажайып тепе-теңдігін ұсынады, және Таиланд сияқты басқа да ірі азиялық туристік бағыттармен салыстырғанда тыныш және демалыс орталығы болып табылады. Екінші себеп – Индонезия үкіметі Балиді жақсартылған және арзан рейстердің арқасында қолжетімді етті. Үшінші себеп – инфрақұрылым. Ауданда көптеген арзан қонақ үйлер бар. Бұл келушілерге қаражаттарын жеткізе алу үшін жасалған. Енді Балиге келмес бұрын алдын ала кейбір құжаттарды дайындап алу қажет. Мысалы, виза. Ковидке дейінгі кезеңде қазақстандықтар визасыз Балиге келе алатын, алайда дәл қазір көп нәрсе өзгерді. Егер сіз Қазақстанда болсаңыз, өзіңіз Астанадағы Индонезия посольствосына барып, $100 аралығында 2 айға виза жасатып алсаңыз болады. Ал басқа елде болсаңыз, онлайн түрде $250-300 ақысына 2 айға виза жасатуға болады. Және әрбір 2 ай сайын визаны созып отыру үшін қосымша $150 төлеу қажет. Жалпы виза жайлы қосымша сұрақтарыңыз болса, менің Instagram парақшама хабарлассаңыздар болады. Келесі міндетті түрде страховка немесе сақтандыру құжатын жасату. Страховка кем дегенде $30,000 сомасында болу қажет. Мысалы, бір айлық страховка бір адамға $45 аралығында шығады. Келесі вакцинация құжаты. Онсыз сізді шекарада кіргізбей қайтарып жібереді. Міндетті түрде 3 вакцинация болу қажет, бірақ мерзімі маңызды емес. Енді ұшақ билеттері жайлы айтатын болсақ, қазірден бастап, егер Балиге келетін ойларыңыз болса, онлайн бағаларды қарап бақылап отыру қажет. Негізгі құжаттар осы. Тағы да басқа сұрақтарыңыз туындаса, маған хабарлассаңыздар болады. Сонымен қатар өзімнің Instagram парақшамда біз Балиге қалай тегін келгендігіміз жайлы пост жаздым. Қызықтырса, міндетті түрде менің Instagram парақшама тіркеліп, сол постты оқып шығыңыздар. Бали деген өте үлкен арал. Бұл жерде бірнеше танымал аудандар бар. Соларды атап өтейін. Чангу ауданы. Иммигранттар мен жергілікті тұрғындар үшін Балидегі сүйікті туристік бағыттардың бірі. Бұл жерде ең жақсы мейрамханалар, әдемі жағажайлар орналасқан. Сонымен қатар жастар үшін коуоркинг ауданы. Себебі әртүрлі мемлекеттерден заманауи цифрлық көшпенділер осы жерде жиналады. Сол себепті де Балиде мультидәстүр сезіледі. Әрқайсысы өзімен дәстүрін алып келіп, осы Балиде ресторан, қонақ үйлер ашқандар бар. Солардың ішінде жиі американдық және австралиялық бизнесмендер мен инвесторлар кездеседі. Меніңше, егер сіз инвестиция жасағыңыз келсе, онда Бали немесе Индонезия аралдары өте жақсы табыс көздері. Келесі ол Кута ауданы. Кута жағажайы серфингті енді үйреніп бастағандар үшін өте қолайлы. Себебі бұл жерде толқындардың биіктігі төмен және ұзаққа дейін созылады. Серфингтен бөлек көптеген адамдар кешкісін бұл жерге әдемі күн батуын көруге келеді. Убуд ауданы. Убуд Бали аралығындағы шағын қала. Оны Балидің мәдени жүрегі деп те атайды. Өйткені мұнда барлық дәстүрлі өнер, қол өнер және әдет-ғұрыптар қолданылады. Убуд Бали өмір салтына енгісі келетін адамдар үшін өте қолайлы және қыдырыстан шаршағандар үшін жақсы демалыс қалашығы. Жалпы Балидің көрнекі жерлерінің көбі осы Убудта орналасқан. Мысалы, мына күріш алқабы. Бұл өте ерекше және әдемі көрініс. Жайпақ ауданы шектеулі аралда күріш ежелден бері тау бөктерінде орналасқан баспалдақтарда өсіріліп келеді. Бұл бірегей суару жүйесі су-бак деп аталады. Ерекше алып баспалдақты күріш плантациялары мыңдаған жылдар бұрын жоғалып кеткен ежелгі сиқырлы өркениеттен бері осында қалған сияқты. Белгілі бір дәрежеде бұл рас. Кейбір алқаптардың жасы 1000 жылдан асады. Мен расымен бақыттымын. Аллаға шүкір, 6 айдың ішінде бірнеше мемлекетте болып шықтым. Көптеген дәстүрлермен, елдермен таныстым. Бұның барлығына қалай қол жеткізіп жүрмін, ақшаны қайдан тауып жүрмін деген сұрақтар сіздерді мазалауы мүмкін. Бұның барлығы YouTube-тың арқасында.
Жалпы өзімде 8 YouTube арнам бар. Оның бірі американдық арна, екіншісі осы қазақ тілді арна, ал қалғандары менің жеке қатысуымсыз маған табыс көзі болып отырған арналарым бар. Егер де сіздерді осылай YouTube'тан қалай табыс табуға болатындығы, немесе өз арнаңызға қалай монетизацияны қостыруға болады деген сұрақтар қызықтырса, менің тегін Telegram арнама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде YouTube'тың барлық құпия сырларымен бөлісетін боламын. Яғни бастапқы 1000 тіркелушіні қалай жинау, өзіңіздің бейнероликтеріңізді миллиондаған аудитория көре алу үшін не істеу керектігін, американдық арнаны қалай жасайтындығы және де тағы да басқа маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан бұл мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Сіздермен Telegram арнада көріскенше. Бізді қазақстандықтар Балиде немен айналысады? Меня зовут Сандугаш, здесь меня зовут Сандра обычно. Я из города Шымкент. В Казахстане я живу в городе Алматы уже 7-й год и прилетела на Бали, чтобы немного пожить тут. Сама я инфопродюсер, маркетолог и работаю дистанционно. Месяц я жила в Чангу, далее я хочу узнать другие районы. На неделю остановилась в Убуде, и уже завтра я уезжаю в другой район, в Улувату, буду там жить. И дальше еще посмотрим, потому что здесь очень много районов, и каждый район, он очень сильно отличается своим каким-то, свои интересы. Ага, хорошо. А какие интересы здесь, в Убуде? Я хочу сказать одну фразу, которую уже сегодня говорила, то, что у тебя могут быть планы на Бали, но у Бали на тебя вообще другие планы. Вот. Из-за этого здесь больше учишься слушать себя. И вот когда я уезжала с Чангу, я понимала, что мне нужно побыть в Убуде несколько дней. Вот из-за этого я тут. Меня зовут Зарина, и я живу на Бали почти 2 года. Да, Чем вы занимаетесь? Я пока домохозяйка, но я сейчас занимаюсь развитием своего личного проекта в бьюти-индустрии. Поэтому... Хорошо. Да. И ваша доченька? Да, это моя дочь, ей 5 месяцев, Даниэла Аяна. А как вы думаете, вот в чем уникальность Бали? Почему все люди мечтают сюда приехать? Ну, во-первых, тропики для нас, для казахстанцев, да, это экзотика, большая экзотика, тропики, океан, джунгли. Мне кажется, это уже делает место Бали таким необычным. Но, во-вторых, конечно, местная культура, местные люди очень добрые, отзывчивые. Я, конечно, не идеализирую их культуру. Во всем есть свои плюсы и минусы, но я стараюсь более зацикливаться, обращать внимание на позитивные моменты. Вот. И поэтому, конечно, очень нравится то, как они относятся к людям. Вы в каком районе живете в Бали? Это полуостров, его часто называют Букит, и мы живем в районе Ингасан. Да. Хорошо. А как вы можете рассказать вкратце о всех вот этих популярных районах на Бали? Ну, я успела пожить в нескольких районах. Я жила в Чангу во время ковида, жила в Пиринане, затем я попробовала пожить в Сануре, тоже такое довольно известное место. Вот. И потом мы решили переехать сюда, чтобы растить ребенка. Здесь более такая инфраструктура для более семейной, для более семейной жизни, потому что Чангу, Семеньяк сейчас, тем более, очень загруженные места, тяжело передвигаться, большой трафик. Но, конечно, очень красиво в Чангу, очень красиво для картинки, для видео, для таких вот, для молодых парочек, без детей, и либо single ladies and guys, говорит. Бали экваторға жақын орналасқандықтан температура тұрақты десек болады. Ауа мен судың орташа жылдық температурасы плюс 26-28 градус Цельсий. Аралда 2 маусым бар. Құрғақ маусым сәуірден қазанға дейін және ылғалды маусым қарашадан наурызға дейін созылады. Ылғалды маусымда қысқа мерзімді жаңбыр жауады, әдетте түнде. Сондықтан таңертең оянғанда түнде нөсер болғанын байқамауыңыз мүмкін. Осыған қарамастан Балидегі ылғалды маусым қолайлы ауа райымен қуантады. Ауа температурасы бірнеше градусқа төмендейді және жеңіл мұхит самалы соғады.
Бали бір жағынан әдемі, адамдары ақ көңіл, барлығы жақсы көрінгенімен бұл жерде де қауіптер бар. Балиде ұрлық пен алаяқтық деңгейі жоғары. Несиелі карта және банкоматтар арқылы жасалатын алаяқтықтар жиі кездеседі. Кейбір жағдайларда тіпті адамдардың жеке құжаттарын әмияндарынан ұрлаған. Одан бөлек қолыңыздағы ұялы телефонды тартып қашып кететін жайттар да бар. Сол себепті бұл елде де барынша сақ болу қажет. Балидегі транспорт түрлері ең көп кездесетіні ол байк, яғни бізше скутер немесе мотоцикл. Келесі кәдімгі ол көлік және мототакси, ал автобустар мүлдем жоқ десем болады. Көлік шығындары сіз қандай көлік түрін пайдаланатындығыңызға байланысты. Жаяу немесе велосипедпен жүру ең арзан әдіс. Өйткені көлікті жалдау немесе көлік таксимен әрдайым жүру қымбат болуы мүмкін. Мысалы, біз Балиде ұзақ уақыт қалатын болсаңыздар, байксыз жүру мүмкін емес. Себебі Бали өте үлкен арал. Бір аймағынан екінші аймағына жету үшін 4-5 сағат уақыттарыңыз кетеді. Біз міне осы N-Max деген байкты, скутерді жалдадық. Бағасы $150. Меніңше өте жақсы баға. Бірақ та бұл жерде бағасын қымбат айту мүмкін, сондықтан дұрыстап саудаласу керек. Қазір басқа байктарды барып көрейік бірге. Сонымен біз міне Антон деген кісіден байкымызды жалдадық. How are you doing? It's good, and you too, that's good? Yeah, thanks, good. Would you tell me what kind of types do you have of bikes? Yeah, so all on count is all the different price. Different price? Yeah, if for one day, or like one day, this cost more expensive about day. And but in the couple day, and then so a week, it's a more discount, and then 2 weeks, the more discount, and then a month, it's got big discount like that. Oh, okay. So all these different price, like that one is a day, 100,000 a day. Like that one about 90,000, and that one 100,000, and that one 80,000. Okay. So Which one do you think is best? all the best is NMAX, this is the best one, and Scoopy and Vario, this is the best one because all the new one, the New bike, one? 150cc, yeah. Okay. So can you make discount for my viewers? Yes, of course. Of course, the discount if you gotta come to here with all the discount is good discount for you, that for your friend. Антон өте жақсы кісі, сондықтан келіп, жалдасаңыздар болады. Okay. Thank you so much. Okay, thanks you It so was much nice for to helping meet me you. for that one. Yeah. Nice to meet you Renting too, and bike then from you. enjoy for the holiday. So I got rent the scooter here, and that's my name Anton Scooterman Bali. So when I come to the Bali, we can enjoy for that my bike. Okay. Thank you. Балиде міндетті түрде Азия елдерінің жүргізуші куәлігі болу қажет. Оны осы Балиде $100 жасатып алса болады. Ешкім сіздің скутерді қалай айдайтындығыңызды тексеріп емтихан жүргізбейді. Жалғыз болып байк айдай алмасаңыз, жергілікті GoJack және Grab деген мототаксилермен жүрсеңіз болады. Өте қолайлы, қымбат емес және көлік тығында тұрып қалмайсыз. Әйтпесе Балиде көлікпен жүрсеңіздер 2 километр жерге 1 сағатта тығынмен әзер жетесіздер. Сонымен қатар Балиде осындай кір жуатын прачечныйлар бар. Бұл жерде киімдеріңізді үттіктеп, тазартып, толығымен сіздерге қайтарып береді. 1 килограммы 300 және 500 теңге аралығында. Жалпы әрбір аймақта өзінің прачечныйы бар, сондықтан өз таңдауларыңыз қай жерде жуып тазартқыларыңыз келеді. Күнделікті интернетсіз өмір сүре алмасаңыз, онда Балидің жергілікті сим картасын сатып алу қажет. Ең танымал ол Telkomsel. Осы сим картамен кез келген аралда байланысқа шыға аласыз. Жалпы бағасы 34 гигабайтқа 200 мың рупий, ол $14 аралығында. Бірақ міндетті түрде саудаласу қажет. Мүмкін дәл осы 34 гигабайтты басқалары 300 мыңға сату мүмкін, ол $20. Енді отельдерді қарастырайық. Мысалы, біз Кута деген аймақта жағажайға жақын қонақ үйде тоқталдық. Енді міне біздің бөлмемізге келдік. Жалпы айналамызды көрсетіп өтейін. Бұл отельде, қонақ үйде әртүрлі төсектер бар. Мысалға былай бөлек 2 төсектен бар, бір үлкен төсек бар. Егер де жалғыз өзіңіз тұрсаңыз, кішігірім төсектер бар. Жалпы бір айлық ақысы бұл қонақ үйде бір бөлменің ақысы жуықтап $400 шығады. Оның ішіне таңғы аста кіруі мүмкін. Сонымен мына жаққа қарай өтетін болсақ, міне мынандай үлкен терезесі бар. Арғы жақта осындай көрініс. Сіздерге мына жақтағы балконды көрсеткім келеді. Жүріңіздер. Қараңыздар, қандай әдемі мына жақта. Бұл отельдің алаңы өте кең. Алдында осындай бағы бар. Таңертең ояна сала пальмаларды бірден көресіз. Ар жақта шырша тұрған сияқты. Сонымен бұл тропикалық елде ағаштың түр-түрлері бар. Тамаша, ауасы таза.
Жалпы жағажайдың бойында орналасқан, алыс емес. Осы жерден жағажайға барып теңіздің суына шомылам десеңіздер 5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Айтпақшы, жаңағы айтылған бағаға күнделікті бөлмемізді тазарту да кіреді. Біз тұрып жатқан қонақ үйдің әп-әдемі ауласы бар, бассейн, мейрамханасы, демалатын осындай төсектері бар. Мейрамханадағы орташа баға 50 000 рупий, ол 3-5 доллар аралығында. Мысалы, мына бөлменің айлық ақысы $150. Бірақ бұл қонақ үйде бассейн жоқ. Балидің Семеняк деген аймағында орналасқан. Енді егер жақсы қаражатыңыз болса, онда бірден вилланы жалдап алуға болады. Мысалы, вилланың бір бөлмесі бір айға $700 басталады. Ал егер отбасыңызбен келсеңіздер, толық вилланы құны оның аумағына байланысты жуықтап $1500 басталады. Ну, как турист я уже не живу больше года, поэтому, к сожалению, я не знаю, я не осведомлена о нынешнем, но я слышала, что цены поднялись. Допустим, раньше можно было снять любой гест за $300. Сейчас тот же самый гест стоит дороже. Но в среднем, я думаю, виллу, где-то двухкомнатную, 3, можно снять, наверное, за 20 миллионов. За 1500, может быть, можно найти. Ага, Да. а цены также еще зависят от сезона, да? От сезона. Больше от места зависит, От конечно. места. Дороже, наверное, сейчас в Семеняке, то есть эти туристические районы. Да и здесь, на Буките, нелегко найти, потому что очень большой запрос сейчас. Все зависит от вашего кармана и от того комфорта, который вы хотите. Так, допустим, первые 2 дня мы приехали в очень классный отель и отдали где-то 100 000 за несколько дней. Потом я снимала гест. Это в тенге? Да. Ага. Гест снимали где-то 4 недели, кажется. Мы отдали по 200 000 тенге. Вот. Но в целом, мне кажется, максимум можно до 500 уйти, если ты там одна. Но можно шерить комнату, и будет цена такая же, как в Алмате. Азық-түлік пен сусындардың бағасы қай жерден сатып алатындығыңызға байланысты өзгеруі мүмкін. Көшедегі тамақ бұл ең арзан нұсқа. Бір тағамға шамамен 25 000 рупий, яғни $2 кетеді. Ал дәстүрлі мейрамханаларда бір адамға 300 000 рупий, ол $20 болуы мүмкін. So our menus, we have it's mostly mix of Western food because we want to provide comfort food for the Western people. Oh, nice. But we do have nice taco. It's quite favorite, and also our healthy smoothie bowls for like a dessert. We use dragon fruit. Or we call it pitaya, and we blend it with banana and some yogurt, so it's very tasty. I saw this from Instagram. Yeah. Many people order this. Right, that's correct. And we do have some Indonesian menu. We have mie goreng. It's our fried noodle with our own seasoning. And also our fried rice. We make our homemade sauce. Сонымен мынандай тағамдарды алдық. Алдымызда мынандай сет. Екеуі бірге 1500 теңге. Атауы мie goreng. Өте танымал лапша. Осы жердегі қуырылған жұмыртқасы бар, мына жерде чипсы бар, және қиярдың бөліктері, және кола. Сонымен қатар мынандай таңғы асқа өте тамаша жемістерден жасалған йогурт, және де кокостан жасалған осындай шей тамаша сусын. Мынау бізде 900 теңге тұрады, мынау 600 теңге тұрады. Жалпы орташа, менің ойымша 1500 теңгеге жақсы тағам алып, тойып алуға болады. Сонымен арзанырақ тамақтанатын жерге келдік. Жуықтап бағаларын айтып өтейін сіздерге. Ең танымал, мына жерде күрішпен жасалған. Бағасы бұл жерде 25 000 рупий, теңгемен 800 теңге. Теңіз өнімдерінен жасалған көптеген тағамдары бар. 500 теңгемен 1500 теңге аралығында күшті тамақтануға болады. Міне мына жерде мынандай лапшадан жасалғаны бар, ішінде жаңағы теңіз тағамдары, креветки, тағы да басқалары бар. Бұның өзі мысалы 800 теңге тұрады. Кебаб бар бұл жерде, дөнерия біздің айтқанымша. Бағасы 25 000 рупий, 800 теңге. Және де картошка фри, бағасы 20 000 рупий, теңгемен
600 теңге. Сонымен міне мынандай сусынымыз келді. Бағасы бар болғаны 15 мың рупий. Бірінші дәмханамен салыстырғанда 7 мың рупийға арзанырақ. Өте дәмді. Манго мен ананас араласқан. Мына жерде біздің кебабымыз, дөнер. Көрейік дәм қалай екен. Тауықтың етінен жасалған. Керемет. Міне біздің бүкіл тағамдарымыз келді. Мына жерде күріш пен омлет. Бірге бағасы 900 теңге. Мына жерде spring rolls, Азия елдерінің негізгі ұлттық тағамның бірі. Бағасы 600 теңге. Мына жерде менің көжем. Мынандай желе сияқты екен. Негізі мұндай желе болады деп ойламаппын. Жарайды, бағасы 500 теңге екен. Дәмін көрейік. Болады екен жеуге. Ыстық, тамаша. Өте дәмді. Енді әрине біздің палауға жетпейді. Өзбектердің палауынан сонда да дәмді. Соусы бар екен. Бұл тәтті соус сияқты. Дәмі тамаша, күшті екен. Ішінде тауықтың еті бар, неше түрлі көкөністің түрлері бар, пиязы да бар. 5-тен 5 берем. Дәмі өте күшті. Балиде негізі супермаркет желісі жақсы дамыған. Яғни әрбір аймақта үлкен де, кіші де супермаркеттерді көресіздер. Соның біріне кіріп бағаларды салыстырып көрейік. Ас атасы нан демекші, бұл жақта міне нандардың бағасын айтып өтейін. 31 мың рупий теңгемен 1000 теңгедей. 1000 теңге. Қымбат екен нандары. 40 мың рупий дейді. Ол бізде 1000 теңгеден де қымбат. Осылай енді бұл жақта нанның бағасы қымбат. Барлығы 900 мың. Керек заттың бәрін таба аласыздар. Үлкен супермаркет, нан алып қарасақ. Бұл бізде 6160 рупий дейді. 200 теңге. Мына жерде Фьюсти 200 теңге. Мына жерде 0,5 сулары бар. 180-200 теңге аралығында. Жеміс жидектері де бар. Түрлі-түрлі. Мына жақта алманың түрлері. Мысалға, мынау біздің апортқа ұқсайды екен. Килограммы 1400 теңге болады. Жасыл алма 2000 теңгеге жуық екен килограммы. Апельсин 1200 теңге болады килограммы. Қияр, мынау екі бөлігі, осында екі қияр 400 теңге болады. Енді мына жерде сусындары бар екен, әдемі. Упаковкасы күшті екен. Бағасы 1000 теңге, 1 литр. Мынаның түрлері 1000 теңге, 1500 теңге дейді мынандай тетрапакеттегісі. Мынандай йогурт, Greenfields дейді. Бағасы 400 теңге. Мына жерде мынандай міне сүт, майлылығы төмен сүт екен, бағасы 1100 теңге. Бұл жақта Индонезияда сүт өнімдері мен жаңағы нан өнімдерінің бағалары өте қымбат. Нанның бағасы қанша болады? 600 теңге қойдым. Жаңа 800 теңге болады, 800 теңге. Мына жерде шоколад сүті бар екен. 1500 теңге бағасы. 1 литр. Майдың түрлері бар. Мына жердегі майды көрейік бағасын. Нанға майды жақып жегенді жақсы көреміз ғой. Бағасы 2500 теңге. Нандай ғанаға кішкентай. 200 граммы 2500 теңге деп тұрады. Қымбат екен. Мына жердегі сырымыз бізде 1500 теңге болады. Қымбат, меніңше қымбат. Сонымен бәрімізге танымал Орео печеньесі 300 теңге. Түрлері бар. Мына жақта чокопай, біз жақсы көретін чокопай. 1500 теңге. Жаңа піскен мынандай жемістердің ыдыстары бар. Бағасы 35 мың рупий, 1200 теңге. Таңғы асқа өте жақсы деп ойлаймын, бұны сатып алып жеген. Ең танымал Азияда Dragon Fruit. Мысалға мына ыдысы 600 теңге. 600 теңге. Салмағы 800 граммдай қойдым. Қосымша мынандай йогурттары бар екен. 10 мың рупий. 10 мың рупий. 300 теңге ғана қияр. 300. Ішінде йогурты бар, жеміс жидектер араласқан. Тамаша. Қымбат емес. Бұл жерде қарбыз бар. 15 мың рупий, бағасы 500 теңге. Мына жерде міне Dragon Fruit тұр. Килограммы 800 теңге ғана. Қараңыздар қандай үлкен.
Енді жалпы өзіме аса қатты ұнамайды драгон фрут. Себебі дәмі жоқ сияқты, білмеймін. Мына жерде снейк фрут деген жеміс бар. Дәл жыланның терісі сияқты, қараңыздар қандай. Тікенек. Жыланның терісінен белдік жасағыларыңыз келсе, міне наны сатып алып, қабығын аршып жасасаңыздар болады. Жайтам қалжың ғой. Бағасы килограммына 700 теңге екен. Енді ең басты көкөністердің бағасын қарайық. Мына жерде картоптың бағасы 800 теңге, пияздың бағасы 700-800 теңге аралығында. Мына жерде сарымсағымыз қымбатырақ сияқты, 1200 теңге екен килограммы. Енді қалай ойлайсыздар? Қазақстанмен салыстырып көріңіздер, қай жақта арзан, қай жақта қымбат екенін көресіздер енді. А какие твои расходы за месяц? Сколько ты тратишь? Ага, так, я посмотрела, на самом деле я долгое время сравнивала расходы в Казахстане, в Алмате, и расходы тут на Бали. У меня вышло, что мои расходы тут намного меньше, чем в Казахстане. Я за то, что, допустим, плачу, я получаю намного больше эмоций, намного больше удовлетворения от жизни, эмоций, да, вот как бы я бы даже если бы отдала больше в Казахстане, я бы не получила столько эмоций. Вот, и для меня это очень важно. В Чангу ежедневная моя рутина, я тратила, если в тенге, то 10-15 тысяч. Это на такие расходы, кроме жилья. Вот. В день, допустим, хорошо покушать 2 раза, заняться серфингом на 2-3 часа и еще что-то поделать. Это вот на 10 тысяч было. Ой, Да. это нормально за 10 тысяч? Такие развлечения. Вот. And when you're needing your space, do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause if I'm the stars, Сонымен қорытындылай келе, Балидегі өмір әдемі және тыныш, климаты жұмсақ, адамдары мейірімді, көптеген қызықты сұхбаттасушыларды кездестіруге болады. Ойын, сауық пен тамақтанудың түрлері көп, мәдениеті тамаша. Сонымен қатар, психикалық және физикалық денсаулықты сақтауға көптеген мүмкіндіктер бар. Сіздерге бұл бейнероликтің пайдасы тиді деген ойдамын. Келесі қызықты шығарылымдарда көріскенше сау саламатта болыңыздар.